Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз ажырату сабағы. Яғни ажырату сабағы деген жаңағы ш, с, ж, з дыбыстармен ажырату. Яғни біз дыбыстарды қою кезеңінде, дыбысты түзету кезеңі 4 кезеңнен тұрады дедік. Дайындық кезеңі, дыбыс қою кезеңі, машықтандыру кезеңі, 4-ші кезең ажырату кезеңі. Бүгін сол ажырату кезеңін үйренесіздер. Жалпы ажырату ол терминмен, яғни біз логопедиялық терминмен, яғни біз көбіне айтамыз дифференциация деп айтамыз. Дифференциация деген ол ажырату дегенді білдіреді. Яғни ұқсас дыбыстардың бір-бірінен ажыратуды үйрену. Бүгін ш мен өткен сабақтарда ш дыбысын қоюды үйрендік, з дыбысын қоюды үйрендік, ш дыбысын қоюды үйрендік, ж дыбысын қоюды үйрендік. Енді көбіне шатастыратын балалар ш дыбысы мен с дыбысын қалай бір-бірінен ажыратуға болады, және ж дыбысы мен з дыбысын қалай бір-бірінен ажыратуға болады, соны туралы үйретемін. Жалпы енді сіз ш дыбысын қоюды білесіз, ж дыбысын қоюды білесіз, тіл қайда тұру керектігін білесіз, Енді мен сіздерге түсіндірейін. Мына жерге қазір жаза кетсем, бізде ш дыбысы, Мұнда мен с дыбысын жазып қоямын. Мұнда ж дыбысы, мұнда з дыбысы. Енді бұл жерде ш дыбысын айтқан кезде тіл қайда тұрады? Мен сіздерге естеріңізге түсіріп алыңыздар. Ш дыбысын айтатын кезде тіл қайда тұрады? Әрине, жоғарыда. С дыбысын айтатын кезде тіл қайда тұрады? Әрине, төменде. Келесі, ж дыбысын айтатын кезде тіл қайда тұрады? Жоғарыда. Дұрыс. Келесі, з дыбысын айтатын кезде тіл қайда тұрады? Төменде. Дұрыс. Келесі, қараңыздар. Мен неге шыны жоғары жазып қойдым, сыны төменге жазып қойдым. Балаға екі дыбысты ажырату үйрету үшін осы әдісті қолдансаңыздар болады. Бұл әдісті көп маман білмейді. Бұл әдісті енді сіздер білетін боласыздар. Бұл балаға өте оңай, бала тез түсінетін әдісі осы әдіс. Қараңыз, шыны мен жоғарыға жазған себебім тіл жоғарыда тұрады, ал с төменде тұрады. Енді қараңыз, шыны айтамыз, жоғарыда тұрады, төменге с дыбысын айтамыз, тіл қайда тұрады? Төменде тұрады. Енді қараңыз, тағы бір тәсіл бар, осы тәсілден жанында бірге жүретін қолды аламыз. Бұлай түсіндіріңіз. Ш дыбысын айтатын кезде тіл жоғарыда тұрады. Осылай түсіндіресіз. С дыбысын айтатын кезде тіл төменде тұрады. Енді қараңыз. Ш тіл жоғарыда тұр. С төменде тұр. Ш, с. Дәл осылай балаға не істейсіз? Түсіндіру арқылы, бірінші саусақпен түсіндіресіз қой, қолмен түсіндіресіз, кейін осылай жазу арқылы балаға түсіндірсеңіз, тез түсініп, екеуінің айырмашылығын жалпы тілді айтқыздырту арқылы және қолды жоғары төмен түсірту арқылы сіз балаға түсіндірсеңіз, бала тез түсінеді. Яғни тіл жоғарыда тұрады, шын айтқан кезде, сын айтқан кезде төменде тұрады. Енді сіз айтпаңыз ш, с деп, ол өз айту керек енді. Көрсетіңіз, ол жаттап алды, жоғарыда тұрады, өз айтады, ш. С деп өз айтатын болады. Ж мен з дәл солай. Яғни ж дыбысын жоғарыда тұрады. Ж, з. Ж, з. Келесі әдіс қараңыз. Ж, з. Енді сіз айтпаңыз, өз айту керек. Сіз тек қана көрсетіңіз бірінші. Өз айтады. Ж, з. Дәл осылай жасатыңыз ба? Енді қараңыз, осылай жасап, балаға бір-бірінен ажыратып алдыңыз, что бала білу керек өзінің тілінің жоғары және төмен түсіп отыратынын дыбыстар айтқан кезде. Осы әдістер арқылы бала біледі. Қолдың әдісімен және де. Енді бұлай айтқыздыртыңыз, сосын
бұл жерде жаңағы мынау әдісті қолданып алдыңыз ғой, жеке айтып үйреніп алды ғой, ол әдістен кейін осы әдісті қолданыңыз. Сурет арқылы, яғни суретін көрсетіп қойсаң, бала өзі жоғарыдан төменге түсіріп, төменнен жоғарыға көтеріп үйренеді. Яғни бұл осылай ажыратасыз. Ж дыбысы да дәл солай, мынау дәл осылай балаға ажыратып үйретесіз. Балаңыз ешқандай да түсінбейді емес, осы әдістерді қолдансаңыз, бала, яғни бір-бірімен ұқсас дыбысты тез ажыратып алады. Әсіресе осы дыбыстарды. Неге? Себебі мынау қазіргі балалардың көбісі ш дыбыстарын, с дыбыстарын айта алады, бірақ сөзге келген кезде не істейді? Ары қарай шатастырып жатады бір-бірімен, сол шатастырмаудың жолын осылай түсіндіресіз. Осылай дыбыстарды жеке-жеке түсіндіріп болғаннан кейін сөздерге қарай өтіңіз. Мысалы, ж да бар ішінде, с да бар, з да бар, ш да бар. Қандай сөздер бар? Мысалы, жасыл, қараңыз, жын айтқан кезде тіл жоғарыда тұрады, сын айтқан кезде тіл төменде тұрады. Жасыл. Міне бала уж автоматически бір рет көрсетіңіз, өйткені бала есінде сақтау керек ондай нәрселерді. Жасыл. Уже все, бала кейін сіз өзіңіз айтпайсыз, бала өзі айту керек. Өзі айтып осылай үйретесіз. Әрі қарай, мысалы, жазушы деген күрделі сөздер бар. Жазушы. Жазушы. Дәл осы қол әдісін және мынау суреттегі әдісті қолдану арқылы балалардың бір-бірінен ажырата алмайтын осы дыбыстар, көп дыбыстар, осы дыбыстарды бір-бірінен тез ажыратудың әрі түсінікті, тез қабылдайтын жолы. Енді бұл жолды, бұл тәсілді де сіздер білесіздер. Енді жаңағыдай бала дыбысты қойып болғаннан кейін осы тәсілмен жұмыс жасаңыздар. Өйткені балаға с дыбысын қойдыңыз, ш дыбысын қойдыңыз, бірақ ол екеуін қойғанмен ол екі дыбыстың ажырата алмаса, сіздің үйреткеніңіз еш кетеді. Сондықтан да дыбыстарды қойғаннан кейін міндетті түрде осы ажырату әдісімен жұмыс жасау керек. Егер ұқсас дыбыстармен ажыратуды үйретпесеңіз, сөздерге келген кезде жазушы дегенді қандай? Жазушы деген шажушы, немесе сасушы, осылай айтады. Солай айтатын болады. Сондықтан соның алдын алу үшін осындай тәсілдерді қолданасыздар. Енді түсінікті деп ойлаймын, сіздер енді ажыратудың әдісін үйреніп алдыңыздар. Қорықпай балалармен жұмыс жасай берсеңіздер болады. Қоюды білдіңіздер, ажыратуды білдіңіздер, машықтандыру. Яғни бұл кезеңде де машықтандыру бар, яғни машықтандыруда дәл солай жаңа сөздермен машықтандыру. Бір сөзде осы дыбыстар бар сөздермен машықтандыру. Мысалы, жасыл дегенде ж да бар, с да бар, өйткені жын айтқан кезде тіл жоғарыда тұрады, төменде тұрады. Сондай сөздерді алып машықтандырасыз. Әрі қарай кейін тақпақтармен, жаңылтпаштармен машықтандыра бересіз. Ал енді сіз сонымен төрт дыбыстың қалай қоятынын бірге ажыратып үйретуге болатынын білесіз. Қорықпаңыз, баламен жұмыс жасай беріңіз. Келесі дыбыста кездескенше.